иілгіштігінен айырылады. Соның нәтижесінде вена қантамыры созылып, біздің көзімізге көрінетіндей вена қантамырына айналады. Қайырлы күн достар, тәніне саулық іздеген жандар. Мен жалпы тәжірибелік дәрігер Фариза Жанғалиқызы. Бүгін сіздерге варикоз аурулар неден пайда болады, және де оны қалай емдейміз, және оны қалай алдын алуға болады, сол туралы айтамын. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Варикоз жүрек қантамыр жүйесі жүректен вена қантамыры және артерия қантамырынан тұрады. Ал жүрек насосты түрде артерия арқылы оттегіге қаныққан қанды айдап, вена қаны арқылы тіндегі көмірқышқыл газыны бай қанды әкеліп, ол жерде қайтадан оттегі қаныққан қанға айналып, осылай қан айналымы жүріп отырады. Яғни бізде қан келді, енді тіндегі көмірқышқылдарды алып қайтатын вена қаны туралы айтатын боламыз. Біздегі вена қантамыры дұрыс үшін бұлшықеттің рөлі өте үлкен. Бұлшықетіміз қаншалықты жақсы жұмыс жасайды, жиі жұмыс жасайды, соғұрлым вена қаны жоғары қарай жақсы көтеріледі. Варикоз дегеніміз не? Варикоз дегеніміз ол тері ішілік және де терең вена қантамырлары және де коммуникантты вена қантамырларының қабырғасының созылып және қабыну процесінің және де деформацияның әсерінен вена қантамырының қабырғасы бұзылуынан пайда болады. Вена төменнен жоғары көтеріледі, яғни өзінің тартылыс күші бойынша бақшалары арқылы жоғары көтеріп отырады. Егер де қан айналымы дұрыс болмайтын болса, сіз аз қозғалатын болсаңыз, онда аяқтағы вена қаны баяу қозғалатын болады. Және де егер де қаныңыз қою болатын болса, қанның жоғары көтерілуіне теріс ықпалын тигізеді. Вена қаны көп мөлшерде болатын болса, вена қантамырын да қысыммен кереді де, соның нәтижесінде вена қантамырының созылуы мүмкін. Егер сіз жаттығу жасамайды немесе үнемі отырыңқы қалыпта болатын болсаңыз, ұзақ уақыт вена қантамырын керетін болса, онда сол жерде қабыну процесі болады. Яғни қабыну процесі нәтижесінде вена қантамырының бүтіндігі бұзылады. Ал бүтіндігі бұзылды деген сөз, ол дәнекер тінденеді. Дәнекер тінденді деген ол иілгіштігінен айырылады. Соның нәтижесінде вена қантамыры созылып, біздің көзімізге көрінетіндей вена қантамырына айналады. Варикоздың пайда болуына бұлшықеттің әсер етеді, және де екінші, егерде қаныңыз қандай қою болатын болса, баяу жүруіне әсер етеді. Келесі, варикоз бізде неден пайда болады? Егерде вена қантамырларының кейбір бөлігінде спазм болатын болса, яғни іштің веналарында спазм болатын болса, онда ол төменгі аймақта, тазының аймағында варикоз болады. Ал тазда қандай да бір спазм болатын болса, спазм деген ол вена қантамырының кейбір бөлігінің саңылауының тарылуы болып қалады. Соның нәтижесінде төменгі бөлігінде варикоз пайда болады. Егер сіз көп қимылдамайтын болсаңыз, шабаймағындағы ұзақ отыру нәтижесінде қанның дұрыс айналмайды, яғни вена қантамырларына дұрыс қан айналымы жүрмеген екен, сол жерде бір тарылған секілді болуы мүмкін. Сол тарылу нәтижесінде төменгі аймақта, яғни аяқтарда вена қантамырлары кеңею нәтижесінде варикоз пайда болады. Варикоздың қалай алдын аламыз? Біз үнемі қимыл қозғалыста болу керекпіз. Көп белсенді бұлшықетімізді шынықтыру керекпіз. Үнемі активті, тұрақты қимыл қозғалыста болу керекпіз. Іштегі бұлшықеттеріңіз және сіңірлеріңіз тырысып қалуының нәтижесінде вена қантамырының дұрыс жұмыс жасамауына әсерін береді. Сол себепті висцералды терапевттерге барып, осы бұлшықеттің және де сіңірлердің спазмы болса, және қатайып қалған жерлері болатын болса, соны босаңсыту арқылы вена қантамырларының дұрыс жұмыс жасауына көп ықпалын тигізеді. Бізде вена қантамырларының дұрыс жұмыс жасау үшін ішектің рөлі өте зор болып келеді. Ол бірінші қалай ағзада егерде іш қату болатын болса, немесе үнемі ішіңіз желденетін болатын болса, онда вена қантамырларының дұрыс жүрмеуіне әсері бар. Егерде ұзақ уақыт
ұзақ уақыт сізде іш қату запор болатын болса, онда ол вена қан тамырларын басып, соның нәтижесінде вена қан тамырларының кейбір бөлімі спазм болып, ал төменгі бөліктерінде варикоз пайда болуы мүмкін. Сол себепті венаңыздың дұрыс жұмыс жасауына ішіңіздің қатпауы, яғни күніне 1 рет үлкен дәретке барып тұруыңыз керек. Вена қанның жүруіне бауыр физиологиялық, анатомиялық түрде, биохимиялық түрде әсер етеді. Ол егерде бізде бауыр қан түзуші орган болғандықтан, ол біздегі қан қалай түзіледі және қалай жүреді, соған байланысты біздің вена қанымыздың жақсы жүруіне әсер етеді. Егер де біздің қанымыз қою болатын болса, онда вена қанның жүруі қиын болып, ол бағана айта кеткендей вена қан тамырына қысыммен әсер етіп, оның бүтіндігінің бұзылуына алып келуі мүмкін. Сол жерде қабыну процесі жүріп, оның иілгіштігінен айыруына алып келеді деп жоғарыда айттым. Бауырдың артқы жағынан үлкен төменгі вена қан тамыры өтеді. Егер де бауырда қандай да бір циррозы процесс, бауырдың қатаю болатын болса, онда ол вена қан тамырының ағуына кері әсерін тигізеді. Яғни оның вена қанның дұрыс ағуы үшін диафрагманың рөлі үлкен болып келеді. Диафрагма дегеніміз кеуде қуысын іш қуысынан бөліп тұратын бұлшықет болып келеді. Егер де диафрагма қысылған немесе спазмданған болатын болса, онда вена қанның дұрыс жүрмеуіне әсер етеді. Сол себепті де егер де диафрагмаңыз спазмданған болса, онда диафрагманы босаңсытатын жаттығуларды жасау керек. Келесі бізде қазіргі метод бойынша, егер де қандай да вена қаны үлкейіп көзге көрінетіндей варикозға айналатын болса, оны сразу оперативті түрде отамен алып тастауға тырысады. Бірақ ол сол қан тамырды алып тастағанмен, келесі 1-2-3 жылдан кейін басқа жағынан вена қан тамырларының кеңеюіне және варикоздың пайда болуына алып келеді. Себебі біздің қанымыз әлі де қою, және де ол біз сол қою қанмен күрескен жоқпыз. Бүкіл ағзадағы қан енді басқа вена қан тамырына бүкіл күшпен әсер етеді. Соның нәтижесінде қан қою болып, қою күйінде қайтадан вена қан тамырларының кеңеюіне алып келеді. Сол себепті ол вена қан тамырын алып тастау негізгі шешім. Сол себепті біз қаныңыздың қою болса, қоюлығымен күресу керекпіз. Ішіңіз қататын болса, запор бар болатын болса, оны кетіру керекпіз. Және де бауырымыздың жұмысын жақсарту керекпіз. Варикоздың пайда болуының алдын алуға қандай шаралар жасаймыз? Ол бірінші контрастты душ, ыстық суықпен нерв ұштарын тітіркентіп, вена қан тамырларының дұрыс жүруіне әсер етеміз. 1 минут суық су, 30 секунд жылы сумен екеуін ауыстырып отырып, төменнен жоғары қарай душ қабылдап, соның нәтижесінде вена қаны жоғары көтерілгендіктен, сол бойымен вена қанның дұрыс жүруіне әсер етеді екенбіз. Ал келесі біздің ол аяқты 10-15 минут көтеріп жату. Яғни ол да вена қанның дұрыс жүруіне, вена қанның жақсы жүруіне әсер етеді. Ал келесі күніне 1000 шаг жасап жүру керекпіз. Вена қан тамырларының жақсы жүру үшін арнайы тұнба айтамын. Вена қан тамырына сол вена қан тамырларының вена қан дұрыс ағуына, және егерде вена қан тамырында патология болатын болса, оны қайтадан қалпына келтіруіне, және де бауырдың жұмысына, лимфаның ағуына да әсер етеді. Яғни егерде ағзада, аяғыңызда лимфа тамырлары да дұрыс жүрмейтін болса, ол ісік пайда болады. Сол ісік вена қан тамырының басып қалып, соның нәтижесінде вена қанның дұрыс жүрмеуіне әсер етеді. Бұл тұнба осы лимфа жүйесі дұрыс жүруіне де әсер етеді, және де бауырдың да жұмысына әсер етеді, жақсартады. Бірінші жапырақты шабындықтан 40 грамм, сары бетеден 20 грамм, лещина 30 грамм, таңқурай жапырағынан 15 грамм, одуванчик тамырынан 10 грамм, брусника
жапырағынан 10 грамм алып, шөптен жасалған қоспаны сіз жақсылап араластырасыз. Және таңертең бір ас қасығын 700-800 миллилитр суға араластырып, оны тұндырып қоясыз. Және тұнбаны тұндырып алып, суын әр тамақтанардан алдын, таңғы астан 20 минут алдын, түскі астан 20 минут алдын және кешкі астан 20 минут ішу керексіз. Және бұны минимал 40 күн ішу керексіз. Ағзаңызға жиналып, өз эффектісін беру үшін. Келесі бізде каштан конский тұнбасы да варикозда ауру кезінде жақсы көмектеседі. Ал егерде сізде ағзада қандай да бір қан тамырларының сеткалы тор секілді қан тамыр көретін болсаңыз, теріңізде, онда сізде витамин С немесе рутиннің жетіспеушілігі болуы мүмкін. Сол себепті витамин С ішетін болсаңыз, торлық қан тамырыңыз жойылуы мүмкін. Келесі бізде осы қанның қою болуына және варикозды ауруларына қосымша пайда болуына әсер ететін оральды контрацептивті препараттар болып келеді. Ұрықтануға қарсы дәрілерді ішетін болсаңыз, онда сіздің қанның қою болуына алып келуі мүмкін. Егерде варикозыңыз болатын болса, онда бұл дәрілерді ішуге болмайды. Себебі ол сізді ағзада тромб пайда болуына алып келуі мүмкін. Бұл ақпараттың бәрі жалпы мағлұмат. Қандай жағдайда болса да, сіздер өздеріңіздің жергілікті дәрігерлеріңізбен ақылдасып, сұхбаттасып, кеңесіп, ем қабылдау керексіздер. Осымен видеомыз соңына жетті. Егерде сіздерге ұнаған болса, подписаться батырмасын басыңыз, лайк қойыңыз, комментарий жаза кетіңіз. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода кездескенше амандықта жүздесейік.